Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен кокос түйіршіктерінен, яғни кокосовое стружкадан жасалынатын осындай воздушный, нәзік, қарапайым печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Қосатын барлық ингредиенттеріміз қарапайым, қолжетімді, төменде описаниеде толығымен мөлшері болады. Алдымен құрақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан бөліп аламыз. Қантты аз-аздан қоса отырып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын көбейтіп отырамыз. Біздің белогымыз өзінің формасын ұстауы қажет және қантымыздың барлығы толығымен еруі керек. Достар, егер қантты толығымен ертпесеңіздер, сіздердің печеньелеріңіз пісу барысында тез піседі және қатты болып шығады. Сонымен қатар достар, менің арнамда сұлыдан жасалған пайдалы печеньенің рецептісі бар. Жоғарыдағы сілтеме арқылы арнама өтіп, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен пайдалы әрі дәмді тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Міне, мен қосқан барлық қант толығымен еріді. Белок өзінің формасын ұстап тұр. Енді миксерлеуді доғарамыз. Енді кокос түйіршіктеріне 4 ас қасық ұнды қосып, лопаткамен араластырып, белогымызға 2 бөліп қосатын боламыз. Миксер пайдаланбаймыз, тек лопаткамен асты-үстіне аударып, араластырып аламыз. Сонымен печеньенің массасы дайын болды. Кондитерлік қалташаға барлық массаны салып аламыз. Ешқандай насадка қолданбай, тек қана өзімен пергаментный бумага төселген противеньге осылай дөңгелекте барлығын орналастыратын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 20-130 градустағы пеште 40 минут пісіріп аламыз. Печеньелер пештен воздушный әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын.